Қайырлы күн оқушылар, бүгін сіздермен бірге 18-ші сабақты өтетін боламыз. Тақырыбы 100 көлеміндегі сандарды разрядтан аттап, ауызша қосу және азайту. Бірінші тапсырма А нұсқасы. Қосу мен азайтудың қалай орындалғанын түсіндір, қорытынды жаса. Ал ендеше 68-ді 32-ге қалай қосқанымызды көрсетеміз. Ең бірінші 68-дің қосындысы 60 және 8, 32-ның қосындысы 30 және 2. Одан кейін бірінші жасайтынымыз 60-ға 30-ды қосамыз, 90 болады. 8-ге 2-ні қосамыз, 10 болады. 90-ға 10-ды қосамыз, 100 болады. Демек 68 қосу 32 тең 100 болады. Келесі бізде 100 азайту 32. Демек 32-ның қосындысы 30 және 2. Жақша ішінде ең бірінші 100-ден 30-ды азайтамыз, 70 болады. 70-тен 2-ні азайтамыз, 68 болады. Демек 100 азайтылған 32 тең 68 болады. Келесі Ә нұсқасы. Қосу мен азайтуды түсіндіре отырып шығар. 64-ге 36-ны қалай қостық? Қане көрсетейік. 64-тің қосындысы 60 және 4 болады. 36-ның қосындысы 30 және 6 болады. Демек, жақша ішінде 60 қосылған 30 жақша жабылады. Қосу 4 қосылған 6 жақша жабылады. Келесі тең 60-ға 30-ды қоссақ 90 болады. 90-ға қосамыз, 4 қосылған 6 10. Демек 90 қосу 10 тең болады 100. 100 азайту 82. 82-ның қосындысы 80 және 2 саны болады. Бірінші 100-ден 80-ді азайтып аламыз. 100 азайту 80. Азайту 2. 100-ден 80-ді азайтсақ 20 болады. 20-дан 2-ні азайтамыз. Тең 18 болады. Келесі 57 қосу 43. 57-ның қосындысы 50 және 7. 43 санының қосындысы 40 және 3 болады. Жақша ішінде 50 қосу 40 қосылған 7 қосу 3. Тең 50-ге 40-ты қоссақ 90 болады. 7-ге 3-ті қоссақ 10 болады. 90 қосылған 10 100-ге тең болады. Келесі 100 азайту 44. 44-тің қосындысы 40 және 4 болады. Жақша ішінде ең бірінші 100-ден 40-ты азайтамыз. Азайту 4 тең 100 азайтылған 40 60 болады. 60-тан 4-ті азайтамыз, тең 56 болады. Екінші тапсырма өрнектерді 3 топқа бөліп жаз, мәндерін тап. Бірінші топта 100 азайту 32, 100 азайту 52 дегенді жазамын. Себебі екеуінде 100-ден азайтып жатырмын. Ал ендеше 100 азайту 32, 32-ның қосындысы 30 және 2 саны болады. Демек, жақша ішінде 100-ден бірінші 30-ды азайтып аламын, содан кейін азайту 2 санын қоямын. Тең 100 азайту 30 70 болады. 70 азайту 2 тең 68 болады. Келесі 100 азайту 52. 52 санының қосындысы 50 және 2 болады. Жақша ішінде 100-ден бірінші 50-ді азайтып аламын, содан кейін 2 санын азайтамын. Тең 100 азайту 50 50 болады. 50-ден 2-ні азайтқанда 48-ге тең болады. Екінші топта 60 азайту 13, 80-нен азайту 12-ні қояйық. Олай болса 60 азайту 13, 13 санының қосындысы 10 және 3 болады. Ең бірінші 60-тан 10-ды азайтып аламын. Азайту 3 тең 60-тан 10-ды азайтсақ 50 болады. 50-ден 3-ті азайтсақ 47 болады.
Келесі 80 азайту 12. 12 санының қосындысы 10 және 2 болады. Жақша ішінде ең алдымен 80-нен 10-ды азайтамын. Жақша сыртында 2-ні азайтамын. Тең 80 азайтылған 10 70 болады. 70 азайту 2 68-ге тең болады. Үшінші топқа 29 қосу 39, 19 қосу 28-ді қоямыз. Ал ендеше олай болса, ең бірінші 29-ның қосындысы 20 және 9 саны болады. 39-дің қосындысы 30 және 9 болады. Демек, жақша ішіне 20 қосылған 30 деп жазамын. Қосу келесі жақша ішіне 9 қосу 9 деп жазамын. Жақша жабылады. Тең 20-ға 30-ды қоссақ 50 болады. 50 қосу 9-ға 9-ды қоссақ 18 болады. Тең 50-ге 18-ді қоссақ 68 болады. Келесі 19 санының қосындысы 10 және 9 болады. 28 санының қосындысы 20 және 8 болады. Ең алдымен жақша ішінде 10-ға 20-ны қосып аламын. Содан кейін қосу бірліктерді қосамыз. 9 және 8. Тең 10-ға 20-ны қоссақ 30 болады. 30-ға 17-ні қосамыз. 30 қосу 17 тең болады 47. Келесі үшінші есепте 13-тен 16-ға дейінгі 2 таңбалы сандарды жаз. Олардың әрқайсысын 9-ға кеміт. 13-тен кейін 14, 14-тен кейін 15 саны болады. Олай болса 14-ті 9-ға кемітеміз. 15-ті 9-ға кемітеміз. Енді 14 деген санды 10-ға келтіруіміз керек. Ол үшін жаңағы 9-дың қосындысы 4 және 5 деп аламыз. 14-тен азайтамыз 4-ті, жақша сыртында, одан 5-ті азайтамыз. Сонда 14-тен 4-ті азайтсақ, бізде 10 болады, 10-ға келіп тұр, достар. Содан кейін 10-нан 5-ті азайтамыз, тең болады 5. Келесі 15-тен 9-ды азайтамыз. 15-ті 10-ға келтіріп алуымыз керек. Ол үшін 9-дың қосындысы 5 және 4 деп аламыз. Ең алдымен жақша ішінде 15-тен 5-ті азайтамыз. 10-ға келді, 15 азайту 5, 10 болады. 10 азайту 4 тең 6 болады. Төртінші тапсырма есептерді шығар. Атам 76 жаста, ал әжем одан 4 жас кіші. Әжем неше жаста? Нұсқасы, ал ендеше жазамыз. Атам 76 жаста, ал әжемнің жасы белгісіз, 4 жас кіші дейміз. Ол үшін 76-дан 4-ті азайтамыз. 76-ның қосындысы 70 және 6 болады. Ендеше ең алдымен 70-тің өзін жазамыз. Содан кейін қосу жақша ішінде 6 азайтылған 4. Тең 70 қосу 6 азайтылған 4, 2 болады. Демек 70 қосу 2 тең 72 болады. Жауабы әжемнің жасы 72-де. Келесі нұсқасы. Әжем 72 жаста, ал атам одан 4 жас үлкен. 72 қосу 4. 72 санының қосындысын жазып аламыз. 70 және 2 саны болады. Содан кейін 70 санын өзін жазып аламыз. Қосу жақша ішінде 2 қосылған 4 болады. Тең 2 қосу 4 бізде 6 болады. Ол үшін 70 қосылған 6 тең 76 болады. Демек, атамыздың жасы 76. Бесінші тапсырма мысалдарды шығар. 43 қосылған 57. 43-тің қосындысы 40 және 3 болады.
57-нің қосындысы 50 және 7 болады. Тен ең бірінші жақша ішінде 40 қосу 50 саны, содан кейін қосу екінші жақшаның ішінде 3 қосылған 7 болады. Тен 40-қа 50 қоссақ 90 болады. 90 қосу 3 қосу 7 тен 10 болады. Демек 90-ға 10-ды қоссақ жауабы 100 болады. Келесі есеп 87 қосылған 13. 87-нің қосындысы 80 және 7 саны болады. 13-тің қосындысы 10 және 3 саны болады. Жақша ішіне ең алдымен 80 қосу 10 деп жазамыз. Одан кейін келесі жақшада 7 қосу 3 деп жазамыз. Тен 80-ге 10-ды қоссақ 90 болады, 7-ге 3-ді қоссақ 10 болады. Демек 90 қосу 10, жауабы 100-ге тең болады. Келесі 62 қосылған 38. 62-нің қосындысы 60 және 2 болады. 38 санының қосындысы 30 және 8 болады. Ең бірінші жақша ішіне 60-қа 30-ды қосамыз, одан кейін 2-ге 8-ді қосамыз. Тен 60 қосылған 30 90 болады. 2 қосу 8 10 болады. 90-ға 10-ды қосақ 100-ге тең болады. Келесі 39 қосылған 61. 39 санының қосындысы 30 және 9, 61 санының қосындысы 60 және 1 болады. Ең алдымен 30-ға 60-ды қосамыз, одан кейін 9-ға 1-ді қосамыз. Тең 30-ға 60-ды қоссақ 90 болады. 9-ға 1-ді қоссақ 10 болады. Демек 90 қосу 10 тең 100 болады. Келесі 100 азайту 47. 47 санының қосындысы 40 және 7 болады. Тең 100 азайтылған жақша ішінде 40 азайту 7. Тең 100-ден 40-ты азайтсақ 60 болады. 60-тан 7-ні азайтамыз, 53-ге тең болады. Келесі 100 азайту 95. 95 санының қосындысы 90 және 5 болады. Ең алдымен жақша ішінде 100-ден 90-ды азайтамыз, одан азайтамыз 5-ті. Тең 100-ден 90-ды азайтсақ 10 болады, 10-нан 5-ті азайтамыз, 5-ге тең болады. Келесі 100 азайту 64. 64 санының қосындысы 60 және 4 деп жазамыз. Жақша ішінде 100-ден бірінші 60-ты азайтамыз, одан кейін 4-ті азайтамыз. Тең 100-ден 60-ты азайтсақ 40 болады, 40-тан 4-ті азайтсақ 36 болады. Келесі 100 азайту 28. 28 санының қосындысы 20 және 8 болады. Жақша ішінде 100 азайту 20, азайту 8. Тең 100-ден 20-ны азайтсақ 80 болады. 80-ден 8-ді азайтсақ 72 болады. 6-шы тапсырма ойлан және тап. А нұсқасы. Әжем дүйсенбі, сәрсенбі және сенбі күндері қазақтың ұлттық сусындары шұбат, қымыз, айран жайлы әңгімелеп берді. Шұбат және айран туралы әңгімені дүйсенбі күні айтқан жоқ. Сәрсенбі күні қымыз бен айран туралы айтпады. Әжем қай күні қай сусын жайлы әңгімеледі? Демек, жауабы дүйсенбі күні қымыз жайлы әңгімеледі. Ал сәрсенбі күні қымыз бен айранды әңгімелеген жоқ, шұбат туралы әңгімеледі. Сенбі күні айран туралы айтты, қымыз бен шұбат туралы айтқан жоқ. Ә нұсқасы. Сары түсті жолақшадағы сандар арқылы жасырынған сөзді оқы. Ол үшін 7 санына кестенің
бір қатарындағы сандарды біртіндеп қос. Әр қосындының мәніне сәйкес әріпті тап. Мысалы 7 қосу 10 тең 17. 17 санына сәйкес м әріпі. Келесі 17-нің үстіне м-ны жазамыз. 7 қосу 11 тең 18. 18-дің үстіне и әрпін жазамыз. Қысқа и. Келесі 7 қосу 12 тең 19 болады. 19 санында бізде әріпі. Демек 19-дің үстіне ні жазамыз. 19-дан бізде 2 жауап. Келесі 7 қосу 13 тең 20 болады. 13-тің астында 20 санының үстіне әріпін жазамыз. Келесі 7 қосылған 14 21 болады. 21-дің үстіне әріпін жазамыз. Демек бізде қандай сөз шықты? Мейірім сөзі шықты. Отбасындағы мейірім сөзінің мағынасын қалай түсінесің? Жалпы отбасында анаға деген мейірім, әкеге деген мейірім, ата-әжеге деген мейірім, бауырларға деген мейірім бар. Міне осыны отбасындағы мейірім деп атайды. Осымен сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет.